Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен бірге осындай шие тәріздес хит джокерлерді жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бізге керегі бисерге арналған леска. Бұл өз-өзін қатты ұстап тұрады, үзіліп кетпейді, және қайшы, және осындай бекіткіштер қажет болады. Бізге жасыл түсті бисер және ақ түсті, болмаса сұр түсті бисер және көлемі үлкендеу қызыл түсті бисер қажет. Ал енді біз джокерімізді бастаймыз. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп алып, осы бекіткішті орнататын боламыз. Мінекей қараңыздар, енді осы лескамызды бекіткіштің ортасынан өткізіп, лескамызды түйетін боламыз. Қараңыздар. Арт жағынан өткіземіз. Енді лескамызды бірнеше рет қаттырақ тартып байлаймыз. Вот, мінекей түйіп болдық. Енді осының артық жерін кесіп тастаймыз. Және мына тұрған бекіткішімізді қаттырақ қысатын боламыз. Мінекей қараңыздар, бекітіп болдық. Енді осында бисерімізді өткізетін боламыз. Қараңыздар, өте қатты ұстап тұр. Енді осында мына тұрған бисерден 16 штук өткізетін боламыз. Қараңыздар, 16 штук өткіздік. Енді осында жасыл түсінен 2 бисер өткіземіз. Мінекей 2 бисер өткіздік, және осында 2 қызыл бисерден өткіземіз. Мінекей өткізіп болдық. Енді осында қараңыздар, мына тұрған жасыл бисерден лескамызды кері қарай өткізетін боламыз. Осы 2 жасыл бисерден. Сонда бізде қараңыздар, осындай шие пайда болды. Өте әдемі. Енді осында тағы да 16 бисер өткіземіз. Мінекей 16 бисер өткіздік. Енді жаңағыны тағы да қайталаймыз. 2 жасыл бисер өткіземіз және 2 қызыл бисер өткіземіз. Қараңыздар, енді тағы да осыны мына тұрған 2 жасыл бисерден кері қарай өткіземіз. Вот. Бізде тағы да бір шие пайда болды. Енді дәл осылай барлығын қайталап шығамыз. Өзімізге керекті размерде өлшеп жасаймыз. Мінекей қыздар, қараңыздар, біз джокерімізді аяқтап қалдық. Енді мына басын бекітеміз. Ол үшін жаңағы бекіткішіміздің жартысын осы басына бекітеміз. Бұны да дәл жаңағыдай етіп, лескамызды түйеміз дағы мына тұрған бекіткішіміздің ортасына қарай кіргізіп, қысып қоятын боламыз. Мінекей қараңыздар, біз джокерімізді жасап болдық. Өздеріңіз осылай қолдан жасап алсаңыздар, өте керемет. Қараңыздар, өте әдемі шыққан. Қазір осы джокерлерді әртүрлі етіп жасап алып, жазғы көйлектермен кисеңіздер өте әдемі көрінеді. Менде мұнда тағы да түрлері бар. Қараңыздар, әртүрлі етіп жасап, өздеріңізге ұнаған дизайнда жасап алсаңыздар болады. Бұл өте оңай. Бар жоғы моншақтарды өткізіп қана қойып, осындай керемет дүниелерді жасап шығуға болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы.